Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Оқулығыңның 86 бетіндегі 47 жаттығу. Тірек сөздер: 1991 жыл, 2 қазан, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Тоқтар Әубәкіров, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды. Ойлан, мәтін не туралы болады деп ойлайсың? Болжап көр. Ғарыш туралы не айта аласың? Тұңғыш ғарышкер адам кім еді? Есіңе түсір. Тұңғыш қазақ ғарышкері кім? Тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбына мәтін құрап жаз. Жоғарыдағы тірек сөздерді көмекке ал. Тірек сөздер сенің мәтін құрап жазуыңа көмектеседі. Жазған сөйлемдеріңдегі етістіктерді тауып, астын 2 сызықпен сыз. Сенің мәтініңе арқау болған Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 27 шілде 1946 жылы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Ол қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер ұшқыш. 1988 жылы Кеңес одағының батыры атағын алған. 1995 жылы Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағын иеленген. 1998 жылы техника ғылымының докторы және 1997 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің профессоры атағын алған. 1991 жылы 2 қазанда ғарышқа ұшқан тұңғыш қазақ жігіті, қазақ ғарышкері. Кестені тиісті етістіктермен толтырып жаз. Дара етістіктер бір сөзден жасалады. Күрделі етістіктер 2 немесе 3 сөзден жасалады. Етістіктің сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Ол қимыл, іс, әрекетті білдіріп тұрады. Тікті, дара етістік. Енді күрделі етістікке айналдырамыз. Тіге алады. Қазды, дара етістік. Енді күрделі етістікке айналдырамыз. Қазып жатыр. Міне осылайша кестені толық аяқта.